Енем түсіме кіріп, бүгін 2 енеме арнап Құран оқытып шелпек пісіріп жібердім. Жылы су, жылы сүт, дрож, қант, сода жақсылап араластырып 15 минутқа тындырып қойдым. 15 минуттан соң тұз салып, сұйық май қосып, араластырып, ұн қосып, жұмсақ қамыр етіп аласыздар. Аз ғана сұйық май қосып, тағы да иек қанғанша илейтін боламыз. Қамырды жарты сағатқа тындырып қойып қоямыз. 15 жарты сағаттан соң тынған қамырды 7 жуалаға бөліп аламыз. Қамырды дөңгелетіп алып 5 минутқа тындырып қоямыз тағы да. 5 минуттан кейін алып, енді шелпектерімізді дөңгелек етіп жайып аламыз. Жайып алған соң қызып тұрған майымызға шелпектерімізді пісіріп аламыз. Ну привет, мамуля, как ты там, родная? Я снова вылетаю, а тебе вспоминаю, спи, мама.